Қайырлы күн. Мен Рахымжанова Рабиға Картаевна, нөмір 17 мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі. Бүгінгі менің сабағым тақырыбы Ильяс Жансүгіров күй поэмасы 11 сынып. Бүгінгі сабағының оқу мақсаты көркем шығарманы тыңдау, басқа да өнер туындыларымен кино, театр, музыка, би, сурет, мүсін өнері, сәулет өнері мен салыстырып, тақырып ортақтығына сипаттама жасау. Сабағымыздың басында тыңдалым дағдысын жүзеге асыру үшін оқушыларға поэманы тыңдатамын, қысқаша видео көрсетемін. Ильяс Жансүгіров күй поэмасы. Қобызшы молықбай шал матайдағы, матайда кенже тұңғат сақайдағы, қазақта қобызшының қалғаны сол, жорға еді маймандаған бақайшағы, еңкейіп күкіндеген күні кеткен, жұқарып нашарлап күйі кеткен, қобызшы ол көкбікті аңыратқан, боздатып бозенгенді күңгіреткен, қобызшы ол көкбетті күрілдеткен, дүлдүлін ер әлімнің дүрілдеткен, Омсан мен Орынбамбеттің айырылғаның, жыласқан ноғай қазақ күйін шерткен. Шығарманы мазмұнын түсіну үшін оқушылар бірінші тапсырманы орындайды. Дескриптор шығарманың мазмұнын түсінеді, көңіл күйін анықтайды, негізгі тақырыпты айтады. Оқушылар суреттегі торсықты басу арқылы сұрақтарға жауап береді. Бұл кімнің шығармасы? Шығарманың басты кейіпкерлері кім? Шығармада қандай негізгі тақырып қозғалады? Қобыз үні қандай сезім тудырады? Поэмада қандай көңіл күй басым? Осы берілген сұрақтарға дұрыс жауап берген оқушыларға бір-бір көрпешеледен беріледі. Сабақтың оқу мақсатын жүзеге асыру үшін келесі тапсырманы орындатамын. Шығармадағы молықбай шалдың күйі мен Қорқыт атаның күйін салыстырып, ортақ ұқсастықтарын, айырмашылықтарын табады. Ол үшін қысқаша Қорқыт атаның күйін тыңдап аламыз. Оқушылар Қорқыт ата күйінің толық нұсқасын тыңдайды. Оқушыларға сұрақ қойылады. Күйді тыңдағанда қандай сезімде болдың? Және поэмада қандай ортақ қасиеттер және айырмашылықтарды байқадың? Оқушылар кестені толтырады. Поэмадағы ұқсастық және Қорқыттың қобыз күйіндегі айырмашылықты кестеге толтырады. Дескриптор екі өнер туындысын салыстырады, тақырып ортақтығын анықтайды. Және Люме платформасы арқылы ұқсастығын табады. Бұл платформада оқушылар Қорқыт атаның күйі мен молықбай шалдың күйіне тән берілген дайын жауаптарды оқып, түсініп орналастырады. Мұңды, зарлы, терең толғанысқа толы бұл жауап Қорқыт ата күйіне тән бе, немесе молықбай шалдың күйіне тән бе? Егер де бұл жауап дұрыс болмаса, қабылдамайды. Тарихи зұлмат ел тағдыры көрініс табады. Тағы да Қорқыт атаға тән бе, немесе молықбай шалдың күйіне тән жауап. Дұрыс болса қабылдайды. Осылай оқушылар тапсырмаларды орындап шығады.
Сабақтың оқу мақсатын жүзеге асыру үшін келесі тапсырманы орындатамын. Шығарманы енді сурет өнерімен байланыстырамын. Оқушыларды онлайн білім сайты арқылы топқа бөлемін. Топқа бөлу үшін мына жерде топ тізімі берілген. Осы топты екі топқа бөлемін. Бірінші топта 8 оқушы, екінші топта 8 оқушы. Осы тапсырманың дескрипторы сурет пен мәтін арасындағы байланысты табады, өз ойын дәлелдеп айтады. Бұл тапсырманы орындату үшін Вен диаграммасын қолданамын. Бірінші топ Әбілхан Қастеевтің суретіндегі ерекшеліктерді айтады. Екінші топ Ильяс Жансүгіров кей поэмасындағы ерекшеліктерді айтады. Артында ортақ қасиетін айтады. Келесі тапсырма рефлексия. Рефлексияда мен Padlet тақтасы арқылы жүзеге асырамын. Оқушылар сабақтан алған барлық мағлұматтарын, ой пікірін осы Padlet тақтасына жазу арқылы жеткізеді. Оқушыларға берілген сұрақ Ильяс Жансүгіровтың күй поэмасындағы Молықбай шалдың күйі музыка мен бейнелеу өнермен қалай үйлесті? 11-ші сынып оқушылары Padlet тақтасы бойынша өз жауаптарын берді. Хамалиева Румесі Әбілхан Қастеевтің картинасы мен поэмасы тақырыбы бірдей сияқты деп жауап беріпті. Ақмарал Қорқыт атаның күйі және Молықбай шалдың күйінің үндестігі көп екен. Және де Мария Қастеевтің картинасы өте ұнады деген жауаптар берген. Осындай жауаптар өздерінің ойларын ортаға салған екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.